Бәріңізге сәлем. Бүгін рогалики жасайтын боламыз. Қолжетімді ингредиенттерден дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен сары майды ұнға аунатып үкіштен өткіземіз. Үгілмелі қамыр сияқты болған соң, қант ұнтағын қосып араластырамыз. Сосын ас содасын қосамыз. Жұмыртқа мен қаймақты қосып араластырамыз. Бір келкі қамыр пайда болған соң, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, аздап ұн себе отырып жаямыз. Қалыңдығы шамамен 3 мм болады. Сосын видеода көрсеткеніндей бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен салмасына вареная сгущенка қолдандым. Әрқайсысына жарты шай қасықтан салып, қамырымызды ораймыз. Бетіне қалауларыңызша шекер сеуіп жіберсеңіздер болады. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Рогаликтеріміз дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Жасап көріп, нәтижесімен комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.